Ассалаумағалейкум ағайын, Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Енді келесі бүгінгі баянымды қолда, яғни ұсталған көлікті сатып алғаным туралы. Негізі көлік ұсталған деп атаймыз, бірақ бәрі осы биылғы көлік. Анау жүрген жолы көп болмаған, бір 12 мың миль шығар, жоқ 10 мың миль жүріпті. Сондай бір су жаңа деп айтуға болады, сондай көлікті алғам. Оны алар кезде ниет қылғам, сол қолдан алам деп, өйткені Алматыда екі көлігіміз болған, отбасымызда. Сол екі көліктің ақшасын жемей, ұстамай, сақтап, осында екінші көлік аламыз деп алып келгенбіз негізі ақшамызды. Сол ақшаға енді су жаңа енді салоннан машина алуға, көлік алуға келмейді ол ақша, бірақ қолдан келгенше неғұрлым жаңа көлік келсе, соғұрлым жаңа көлік сатып алуға тырысайық дегеніміз ғой. Сөйтіп әйтеуір алла беріп, мына 2020 жылғы Toyota CHR дейтін көлікті сатып алдым. Сол көлікті қалай сатып алғаным туралы бейнемді ұсынам осында. Бірақ бірінші мен сол көлікті қалай іздегенімді компьютермен қазір көрсетемін сіздерге. Кейін сол салықпен бірге бәрін қосқанда $21,000 шықты. $21,000-дан 10%, 10% салықты алып тастаңыз, сонда бір 18 бір нәрсе қала ма? В общем, $18,600 аукционнан сатып алдым. $200 делдаларға қолма-қол ақша бердім. Одан кейін $650 ма ненің ақшасы болды, аукционның комиссиясы болды. Соның бәрін қосқанда 21 мыңға шықты ғой. Дәл сондай көлік 2020 жылғы көліктер Toyota CHR осында 26-27 мыңға тұр. Сол 5-6 мың үнемдедім. Өте тиімді, өте пайдалы нәрсе жасаппыз білместіктен. Алланың көмегі ғой енді. Сол бейнемді көріңіздер, тамашалаңыздар. Осында Америка келетін болсаңыздар, осындай жол бар, арзан көлік алуға. Одан кейін осы бейненің комментарийіне кімнен алған телефондарын жазып беремін сіздерге. Пайдаланыңыздар. Лос-Анджелеске келетін болсаңыздар, сол кісілермен байланысып алатын болсаңыздар, алыңыздар. Ал сау саламат болыңыздар, арнамда қалыңыздар, осы бейнені таратыңыздар қолыңыздан келгенше. Ал көріскенше. Бейнемізді жалғастырайық. Мына интернетке кіреміз де Craigslist дейтін сайтты іздейміз. Craigslist дейтін сайтты Google'дан іздесек, мына бір сілтемелер шығады алдымыздан. Мына Craigslist, соның ішінде Лос-Анджелес әртүрлі аймақтар шығады. Мына Лос-Анджелеске басайық. Өйткені мен Лос-Анджелесте тұрамын. Мінекей. Сөйтіп, мына парақшаға кіреміз. Мына парақшада for sale деп жазылды ғой жерде. Сөйтіп, мына for sale дейтін бөлімшеде car плюс trucks деген сілтеме тұр. Соған басамыз. Соған басқаннан кейін енді мына қазір суреттерге қызықпай тұра тұрайық, асықпай. Енді мына сол жақтағы нәрсеге қарайық. Сол жақтағы сілтемелерге қарайық. Мына cars and trucks деп жазылып тұр бізге керегі. Кейін owner дейтін жекелер, dealer дейтіндер, салондар. Мына all дейтін бүкіл осыларды бірге көрсететіндей қылады фильтр. Сол үшін all дегенді басамыз. Одан кейін search titles only деген әрбір көліктің өзінің құжаты бар title деп аталады. Сол тайтлдың ақпараттары арқылы фильтрлейді. Соны басамыз. Кейін has image деген суреті бар деген сөз. Posted today бүгін жарияланды деген фильтрді қоямыз. Одан кейін мына жерде miles деп жазылып тұр. Менің үйімнен 40 мильге дейін радиусты қараймыз. Менің zip код деген индекс қой. 91350 мен тұрып атқан жерімнің индексі, соны енгіземіз. Одан кейін make and model дейді. Осы жерге Toyota деп жазамыз. Toyota Prius деп жазайық, жарайды. Сөйтіп шыққан жылы 2016 мен 2019 іздейік арасында. Ары қарай төмен қарай келетін болсақ, мына сілтемелерді қарайтын болсаңыз, title status деген бар, ең маңыздысы. Title деген жаңағы көліктің құжаты ғой енді. Соны басатын болсақ, clean дейтін таза, яғни соғылмаған. Salvage бұл соғылған. Біреулер соғып, жаңағыдай жөндеп сатады, кәдімгі бизнес бұл. Біз ондайды қарамаймыз. Біз clean, яғни соғылмаған көліктерді қараймыз. Осы фильтрді орнатамыз. Сөйтіп update search деген
мына кнопканы баса қоямыз. Міне 4-ақ көлік шықты, қарайтын болсаңыз. Сол 4 көліктің қалағанын қарайық, міне біріншісін қарайық. Міне сүйреті бар, мына жерден сүйретін қарасаңыз болады. Міне бағасы мынау тұр, міне жылы тұр, жаңағыдай некең қанша миль жүрген жазылып тұр ма? Я, міне 32.000 миль жүріпті. Міне бағасы сондай, үстіп көліктерді қарасаңыз болады. Яғни мен осындай ұсталған көлікті іздеп жүрген кезде осы сайттан мына жерде бір испан тілінде бір нәрсе жазылып тұрған, сөйтіп хабарласымды, сіздер ағылшынша сөйлесіз бе десем, зорға сөйлейді. Бізде әртүрлі көлік бар, бізге кел, сағат 8-де кел дейді, бірақ 8-ден 9-ға дейін таңдайсың, одан кейін бір нәрсе болады, сатылым болады, сонда сатып алуға болады дегенде түсінбей қойдым да. Мен кәдімгі бір жекеменшік бір көліктің бір иесі ма десем, сөйтсем дилер екен. Дилер дейтін нәрсе Америкада дилер болу үшін, көлік сату үшін ресми түрінде кәдімгідей емтихан тапсырып лицензия аласыз. Бірақ сондай дилер болатын болсаңыз, гаидің кейбір функциясын жұмысын атқара аласыз. Мысалы үшін құжат жазып бере аласыз, нотариус сияқты да. Нотариуспен салыстырсақ болады, тура нотариус деп айтамайын, бірақ сол тайтлды тіркеу документі бар, өзінің registration деп айтады, соны жасай аласыз, егер дилер болатын болсаңыз. Яғни сол дилерге тап болдым. Сөйтіп сол дилермен аукционға бардым да, сөйтіп жарты күн уақытым кетті да, сөйтіп апарзан жап жаңа көлік алдым. Сол туралы бейнемді ары қарай қарайсыздар. Дилерлер қалай жұмыс жасайды, аукционға қалай кіруге болады, комментарийға сұрақ жазыңыздар, қолымнан келгенше жауап беремін сіздерге. Ал жалғастырайық бейнеміз ары қарай. Ассалаумағалейкум ағайын, мен отбасыма екінші көлік сатып алайын деп бір кісіге хабарласып едім. Осында келіңіз, бәрін түсіндіреміз деп еді. Сөйтсем, аукционға келіп, соған қатты қуанып жатырмын. Себебі аукционда 4-5 мың долларға дейін үнемдеп өте арзан көлік алуға болады. Соны мына сіз көріп жатқан көліктердің барлығы осы аукционда сатылатын көліктер. Сөйтіп бұл негізі бұл аукционда тек лицензиясы бар адамдар, дилерлер сауда жасайды. Біз сияқты сатып алушыларға кіруге рұқсат жоқ, тек солардың атымен кіреміз, солардың несімен, байқауымен. Сөйтіп сол кісі арқылы осында кірдік та, мен іздеген екі көлік таптым. Мына бір көлік Toyota Corolla, тек қана 1800 мың миль жүрген 2020 жылғы жап жаңа көлік қой, бірақ бұны әрине мінген біреулер сөйтіп біраз сәл алдын соғыпты, сәл арт жағын сырыпты, бірақ ішіндегі салон мал қып тастаған ғой. Американдықтар өте лас халық, машиналардан дұрыс қарамайды көліктеріне барған. Бірақ сонда да мынау кем дегенде 4-5 мың доллар арзан түсетті нарықтан көрі. И мына машина бар екен, мына көлік бар екен, модель CHR Toyota. Бұл да 2020 жылғы, бірақ бұның одометрі 10 мың миль жүрген екен, бірақ ол түк емес. Біз жарты жылдың ішінде 9 миль жүргенбіз ғой, яғни су жаңа деп айтуға болады. Бұның салоны тазалау енді, мынаған қарағанда. Бірақ түрі де мықты екен. Бағалары енді бір-біріне жақын болу керек дейді. Соны бірақ енді біз қазір аукционға қатысуын күтіп отырмыз біздің дилердің. 1000 доллар, мысалы мына машина ұнайды деп бағасын айтады, сол бағаға алам десем 1000 доллар берем қолына, сол 1000 доллармен депозит жасайды, сөйтіп несін қағаздарын менің атыма аудара бастайды. Сөйтіп соңғы қай баға екенін айтады маған, несімен салығымен бірге, сөйтіп гаимен барып тіркеумен бірге. Сол ақшаны банкіден барамда чекпен соның атына алып шығам, чек берем, осындай 17 мың доллар болсын, қанша болсын. Сол ақшаның ішіне барлығы кіреді. Осы аукционға қатысқан үшін 300 доллар алады. Жаңағы кісілердің қызметтердің бағасы 100 бен 200 доллардың арасы. Некін олар мүмкін маған айтпай бір ақша жасайтын шығар гаиге тіркеу үшін. Бірақ оның айырмашылығын білмей қалам. Өзім барып тіркесем де, мыналар өздері жүгірсе де айырмашылық көп болмайды. Сол. Міне әп-әдемі су жаңа көліктер нарықтан көрі 5000 доллар төмен болады.
рахат емес пе? Міне осындай жолын таптым. Бірақ осында сатып жүрген дилерлер көбінесе мексикандықтар, бәрі испанша сөйлейді, бір ағылшынша таза сөйлейтін адам көрмеппін. Зорға бір-біріне сөйлесіп, түсінісіп әйтеуір, бірақ Құдайға шүкір, нәтижеге жетейін деп жатырмыз. Міне осы мына екі көліктің біреусін Құдай қаласа алатын шығармын бүгін. Ал енді неге барайық? Аукционның өзіне. Мінекей, аукцион осылай өтеді, офлайн. Осылай аукцион өтеді мінекей. Сүріге болмайды деп жатыр да бізге. Мына жақтан сұрап жатыр мен. Міне аукцион өтетін жер осындай. Жаңа мен сізге көрсеткен көліктердің бағасы салонда егер салықпен есептегенде $23,000 тұрады. Ал мына жақта кем дегенде мен салығымен бірге $19,000 алуым мүмкін жаңа көліктерді. Сонымен кем дегенде $4,000 ұтамға. Егер сәті болса, алла берсе $5,000 үнемдеп қалу мүмкін бір көліктен. Ол кәдімгідей ақша үлкен. Екі айлығы біреудің осындағы. Сол дилермен қазір тағы бір сөйлестім. Қазір сауда жүріп жатыр. Сағат 11:30-да ана екі көліктің машинасын шығарып береді маған. Сөйтіп сол кезде шешім қабылдаймын қай көлігімді алатынымды. Сөйтіп оның бағасын шығарады. $1,000 берем депозит ретінде. Сөйтіп қалған ақшасын шығарады да қанша керек екен. Сөйтіп қайттан банкке барамыз да соның атына чек жазып алып келем. Сөйтіп сол ақшаға сол көлікті маған тіркеп береді, гаидан алып шығып береді. Сол қазір сағат 10-нан енді асты. Сол 11:30-ға дейін күт дейді осында. Сон жүрміз осында күтіп. Сонымен Құдай қаласа қызық болды. Мына тәжірибе өте қызық болып отыр. Мен естігем, негізі аукционнан көлік алған өте тиімді деп естігем. Сон өте қызық болып отыр да маған, Құдайға шүкір. Ерте орысша бір не бар ғой? Кто рано встает, тому Бог дает деген. Соны қазақшасы ерте тұрған бір арысы артық болады дей ма? Сол мақал мәтелдерді білетін ағайындар жазып жіберіңдер комментарийге. Ерте тұрғанға қандай береке болатыны туралы. Сол ағайын, ұйықтамайық, ерте тұрайық, Құдай береді бір нәрсе. Сол қазір жұмыс жоқ болып тұрған кезде көлік алғанда $5,000, $4,000 үнемдеу кәдімгі әңгіме ғой, қарасаңшы. Ертерек тұрып қиналуға татитын әңгіме ғой бұл айтқанда. Сол міне мына жақта су ішкіңіз келсе, су ішесіз артыңыздан сатып алып. Сол көлеңкі гаражда тұрмыз, күтіп. Ана жерде жаңағы сауда өтіп жатыр, біткен жоқ. Сол 11-ден кейін бітеді, Құдай қаласа. Әңгіме солай. Негізі бұл тәжірибе өте мықты тәжірибе болды маған, бар ғой. Мына дилер болып осындай жерге кіріп жұмыс жасасаң, ақша табуға болады сияқты ғой. Мысалы күніне бір $200 тапсаң өйстіп, жаман емес қой. Мысалы аптасына қанша рет аукцион өтетінін білмеймін енді. Сұрау керек. Сол мына жергілікті жігіттерден сұрадым, аукцион саудасы қанша рет аптасына өтеді деп сұрасам, айтады 2 күн өтеді дейді. Сейсенбі, сәрсенбі күні өтеді. 2 күн өтеді дейді аптада. Сөйтіп, мысалы мен ойлап отырмын да, аптасына $1,000 табу үшін аптасына 10 көлік сату керек. Бір көліктен $100 комиссия тапса. Яғни 2 күн сатылса, бір күнде 5 көліктен сату керек. Бірақ 5 көлік сату мүмкін. Өйткені көліктер өте арзан. Некені әрине олар жаңағыдай тіркеуден өткізгенге бүкіл ақшамызды алады ғой. Салыққа, гаиге, соның ішінде делдал несі ақшалар жатқан шығар ішінде, тағы білмеймін. Сол менің ойымша олар көп болса аптасына $1,000 жасайтын шығар. Бірақ $4,000 айына табу жаман емес Калифорнияда.
семьяда сонда 2 адам болса 4 мыңнан табатын 8 мың мысалы. Ол ақшаға олар жақсы үйде тұрып минимум айына 2 мың доллар сақтап қойса болады. Яғни жылына 24 мың доллар таза сақтау суммасы сол 24 мың доллар болады. Негізі Америкада жұмыс жасасаңыз болады. Осындай қарапайым офистік жұмыс емес, табуға болады негізі. Әсіресе кім қара жұмыстан қорықпаса, құрылыстан қорықпаса, сондай құрылысшы, электрик дейтін жұмыстар өте көп мына жақта. Кризис болыватса да бар ғой, жұмыс тауып жұмыс жасауға болады. Әрине ондай байып кетпейсіз, бірақ адам сияқты өмір сүресіз. Үйді сатып аласыз деп айтпаймын, жалдаулы болады. Бірақ кейін ипотека алам десеңіз болады, 30 жылға ипотека алуға болады, жылына 4%, 4% болады кредиттің бағасы. Мен енді дінді қатты ұстанғаннан кейін мен ондай кредит несие алмаймын ешқашан. Жинап бірдесіне сатып алам, көлік болсын, не болсын. Сол ағайын сіздерге. Осындай ақпарат. Қызық болып жатқан шығар, маған жаман қызық болып отыр бар ғой, мына жақта. Не болып жатқан. Мына артында көрдіңіз бе? Ана жақта мінекей. Мына жақта сауда жүріп жатыр. Сауда. Мінекей Калифорнияда гибрид көліктер өте үлкен сұранысқа ие. Мысалы, мына көлік Prius Prime, яғни Prius дейтін модельдердің ішінде ең мықтысы. Бірақ жалпы мына гибрид көліктердің есебін шығардық та, әйеліміз жолдаусымыз екеміз, ол финансыдан бас істейді. Бұлай екен ғой. Мысалы, осыған ұқсас бір көлікті алатын болсаңыз, жаңа көлікті алатын болсаңыз, оның кемінде 5 мың болмаса 10 долларға дейін арзан болуы мүмкін да, осы көлікке қарағанда. Ал кейін 100 мың километр, 100 мың миль жүргеннен кейін бұның батареясын өзге ауыстыру керек. Батарея 1,5 мың, болмаса 3,5 мың долларға дейін бараттан 3 мың дейік. Бірақ бұл жаңағыдай 1 галлон бензинге гибрид 50 миль жүреді. Ал кәдімгі бензинмен жүретін көлік осыған ұқсас 30 миль жүреді 1 галлонға. Яғни 40%-дай үнем болатын сияқты да, бірінші қарайтын болсаңыз. Бірақ сол үнемге жету үшін басында 5 мың болмаса 10 мың доллар артық төлейді адамдар. Кейін, мысалы, 5 жылда, мысалы, 5 жылда бұның үнемі 5 мың доллар береді екен. Жаңа біз бензинді азырақ жегеннен кейін, соның бензиннің тиімділігі сізге 5 мың доллар 5 жылда береді екен. Сол 5 жылдан кейін бірақ бұның батареясын ауыстыру керек болады. Сол кезде 3 мың долларды алып тастаңыз. Сонда 2 мың доллар қалады максимум. Бірақ біз есептегенде 1100 доллар қалушы еді. Сол 1100 долларды 5 жылға бөлетін болсаңыз, шағатын болсаңыз, 200 долларда орташа алғанда 1 жылда үнем. Сонда қараңыз, басында мынандай гибридтік көлік алған кезде сіз 5 мың болмаса 10 мың доллар артық төлейсіз та, сонымен артық төлегеніңіз тек қана 5 жылдың ішінде жыл сайын таза 200 доллар үнем алып келеді. Ал дәл осындай көлікті, бірақ гибрид емес, кәдімгі бензинмен жүретін көлік алатын болсаңыз, ол 5 мың доллар болмаса 10 мың доллар арзан болады да басында. Бірақ ондай бензиннен жаңағыдай үнем көрмейсіз. Бірақ қалтаңызда қалған сол 5 мың болмаса 10 мың доллар жылына 200 доллар ғана пайда келмейді да, сол бүкіл сол ақша басқа бір нәрсеге пайдалансаңыз болады. Яғни сол ақша сізге одан да көп басқа жерден бір пайда алып келу мүмкін, болмаса басқа зат алып аласыз. Яғни есептеген кезде мына гибрид лохотрон да. Өйткені бензиннің бағасына шағасыз қой, есептейсіз қой, көбейтесіз. Сөйтіп бензиннің бағасы еді өте қымбат болса, онда тиімді болады. Қазіргі бағамен, қазір білесіз, мұнайдың бағасы түсіп кеткен. Америкада мұнайдың бағасы қандай болса, бензин де солай түседі, жанармай. Сол қазіргі арзан бағамен есептегенде ешқандай тиімді емес. 10 мың долларды машинаға артық төлеп, сол жылына 200 доллар үнем алып келетіндей жағдайға тап бола, сол ешқандай тиімді деп айта алмаймыз. Одан да 5 мың, 10 мың доллар арзан көлік алып,
$5,000-10,000 көлік алып, сол ақшаны басқа нәрсеге жаратсаңыз болады. Керек десеңіз, тағы бір машина алсаңыз болады. Мысалы, қараңыз, су жаңа ғой, мысалы, мына Lexus 2019 жылғы 13,000 миль ғана жүрген. Несі? Жағдай өте жақсы. Көлік, іш жері бір жырылмағанды. Жаңа көлік деп айтуға болады. Ол да бір арзан шығар деймін да. Мысалы, мына көлікті көрсетейін. Қараңыз, Highlander. Мына көлік Highlander, мысалы, Toyota. Қараңыз, 2018 жылғы 30,000 миль жүрген ғой. Бұнда біреулер жаңағыдай сатып алып, кредитке уақытысында төлей алмай қалған ғой, сөйтіп барып осында сатып жібереді салондар. Мысалы, мына көлікті қараңыз, мына да көлік жаман емес, мысалы, мына көлік RAV, Toyota RAV4. Бұның да жылы 2018 жылғы 28,000 миль жүрген ғой. Бұл да құдай біледі, осы арзанға сатылады. Сонымен мінеке ағайын. Автотұрақтың түрі осы аукциондағы. Сигнализация істеп қалған ғой мұнан. Зорға өшірді. Сол. Осындай жағдай. Осындай сауда.